Баршаңызға сәлем, сіздермен Асел. Бүгінгі влогта азық-түлік супермаркетіне бару және азық-түліктерді орналастыру жайында влог болады. Соңына дейін көріңіздер. Мына жерде бәріміз машинаға отырып алдық та кетіп бара жатырмыз. Біздікі закрытый городок болғандықтан осындай посттан өтеміз. Мына жерде солдаттар тұрады, ішін тексереді, содан кейін жібереді. Алдыңғы видеода көрсеткендей, тағы да сол супермаркет Шұғыла деген. Мінекей кіріп бара жатырмыз. Мына жерде Шұғыла деп жазылып тұр. Шұғыла бұл отарда орналасқан. Ал Гвардейскийда да супермаркет бар, бірақ ішінде азық-түлік аздау, түрлері аз. Мына жаққа сол қызықтап бір жағынан келеміз жексенбі күні. Балаларға да қызық бұл жерде. Чипсиларын алып, мына жерде мәз болып тұрған кездері. Мінекей алып шықтық, және де машина күтіп тұрмыз. Үйімізге келдік, мінекей алған продуктыларым осылар. Мына жерде қант, жарма, мына аппақтың ішінде ұн, каша, анау тағы да. Осылардың бәрін алып шықтық. Свечи де алдық мына жерде. Кейде бізде свет өшіп қалады, сол үшін керек. Мына жерде балалардың тіс щеткасын да ауыстырдым, тура сондай алдым. Мынау ескі тіс щеткалары, міне қызбен олға тағы да алдым. Ал өзіме мен Алиэкспресстен заказ бергем, ағаштан жасалған. Неке осындай түрлі түсті. Бірақ жақсы, өзіме ұнады. Ұнды осы өзінің шелегі бар осындай. Осыған салып қоямын. Дәнді дақылдарды, гречка бар, кашамыз бар, тағы чечевица, горох бәрін осылай банкаға салып қоям. Вермишельді 2 литрлік банкаға салып қоям. Солай маған ыңғайлы. Бұл банкалар бекер бос тұрады менде. Жаз басталғанда банкілерге консервация жасаймыз. Ал қыстау бос тұрғандықтан осылай салып қоямын. Және де бәріне бірдей қып емкость алғым келеді, бірақ көшіп қонып жүргендіктен оның бәрін тасудың өзі еңбек. Сол үшін пока осылай.
Мінекей бәрін жинап тазалап осылай салып қойдым. Шкафымның көрінісі осылай болып тұр. Тұзды да, жарма бар, бәрін шай бар, бәрін осылай салып қойдым. Бір жағынан жинақы тұрады. Мына жақта приправалар, тағы да фунчоз, анау мыналар симайтындарын осы жаққа салып қойдым. Майонездің ыдысында жинаймын мен, соғанда анау мыналар салып қоям. Кепкен нан, сондайларды. Жинақы тұрады, өзіме ұнайды. Мына жерде 2 литрліктер ауыр болғандықтан шкафтың астына салам. Мына жерде бізде тәтті мәттілер тұрады, балалар көрмес үшін оны жоғарғы шкафқа салып қоямыз. Ал сіздер болса қалай сақтайсыздар? Комментарияға жазып кетіңіздер. Мен картошка, пиязды осылай салып қоям коробкаға, ал сәбізді холодильникта сақтаймын. Осымен влог бітті. Сау болыңыздар.